Каспий KZ Алматы марафонның титулдық демеушісі, ал марафонның өзі биыл 16,5 мың адамның басын қосты. Жексенбі күні Орталық Азиядағы ең ауқымды бүкіл халықтық жүгіру шарасы өтті. Қазақстандықтармен қатар 59 елден келген атлеттер 10, 21 және 42 шақырымдық жарысқа шықты. Оқиға орнында КТК телеарнасының түсірілім тобы да болды. Таңмен таласа тұрып, республика алаңына жиналған қатысушылардың қарасы көп. Барлығының көңіл күйі көтеріңкі. Алматыдағы жаппай жүгіруді Қазақстан ғана емес, Орталық Азияның да спорттер қауымы күтті. Жарыс жолына елімізбен қатар әлемнің 59 елінен келген 16,5 мың жүйрік шықты. Ал оларға естен кетпес әсер сыйлаған 13-ші марафонның басты серіктесі қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясы. 16,5 тысяч атлетов. 16,500 спортшы және әлемнің 59 елінен келген қатысушы спортшылар. Бұл дегеніміз үлкен қуаныш, керемет жетістік. Каспий.KZ осы шараның жылдар бойы титулды демеушісі болып келеді. Қатысушылар қаланың басты көрікті жерлері мен республика алаңынан бастап Іле Алатау таулары көрінетін Әл-Фараби даңғылымен жүгіреді. Салауатты өмір салтын Каспий KZ командасының өзі де қолдайды. 400 қызметкері 10 шақырымға жүгіріп, үздік нәтиже көрсетті. Біздің компания атынан 400-ге жуық жұмыскерлеріміз осы бүгінге салауатты өмір салтын ары қарай дамытып, ары қарай уағыздауға шығып отыр. Жүгіргенде 5 жас баладан бастап, енді таянған қарияға дейін қолын созып, бізге шапалақтап, енді қолдау көрсетіп жатыр. Дәстүр бойынша қатысушылар 10, 21, 42 шақырымда қашықтықта бақ сынады. Сонымен қатар скандинавиялық жүріс пен командалық экиден эстафетасы бар. Спортшылар мен әуесқойлардың жарыс жолы Алматының ең көрікті жерлерімен өтті. Жарыста бақ сынауға келгендерді еріктілер, жанкүйерлер мен музыканттар қолдады. Мен Астанадан келдім. Осы марафонға бірінші рет қатысып тұрғаным. Марафон өте жақсы өтті, нәтижем жақсы, өзіме ризамын. Рахмет сіздерге де. Бұндай деңгейді мен күтпедім. Каспий KZ осы іс-шараның ұйымдастырылуына өте көп үлес қосқаны көрініп тұр. Әр кішкене детальдарға дейін барлығын егжей-тегжейлі ұйымдастырыпты. Мен 10 километр жүгірдім. Марафон өте жоғары деңгейде, өте жақсы өтті. 10-ші рет қатысып жатырмын. Каспий бізге әрдайым көмектеседі. Каспий әрдайым жоғары деңгейде. Каспий KZ-ге әрдайым алғысымыз шексіз біздің. Мен таң қалып тұрмын, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр екен. Тек қана Қазақстан емес, шетелдіктердің де қатысып жатқаны өте қуантарлық. Бұл дегеніңіз адамдардың салауатты өмір салтына деген басымдық берулері. Жарыс соңында қатысушылардың барлығына естелік медальдар мен, ал экиден қашықтығына қатысқандарға сертификат, грамота, кубокпен қатар ақшалай сыйлықтар табысталды. Айта кетейік, Алматы марафоны салауатты өмір салтын насихаттаудан бөлек қайырымдылық мақсаты да көздейді. Шара басталған уақыттан бері балаларды сауықтыру мен спортты қолдауға қатысты 30-дан астам ірі жоба жүзеге асырылыпты. Әсем Леспек, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.